Жүгерінің адам денсаулығына тигізер пайдасы мен зияны. Дән бұл Ресейдегі ең көп таралған көкөністердің бірі. Бұл өнім біздің аймаққа 17 ғасырда Кавказдан, Украинаның оңтүстігі мен Қырымынан келді. Бірақ бұл өнім 19 ғасырда үлкен танымалдылыққа ие болды. Ресей үкіметі жүгері тұқымын халыққа мүлдем тегін таратуды бұйырған екен. Адамдар жүгерінің үлкен пайдасы мен елеусіз зиянын білді. Осыдан кейін Ресейдің барлық қалаларында жүгерінің ірі саудасы басталды. Бұл өнім азық-түлік немесе тіпті косметика ретінде де қолдануға болады. Жүгері дәндері попкорн жасау үшін, ал көкөніс ұны, құймақ, кекістер және де шілпек пісіру үшін пайдаланылады. Жүгерінің пайдасы: жүгері консервіленген немесе қайнатылған күйде жейді, және де оның үлкен артықшылығы термиялық өңдеуден кейін де бұл көкөністің дәндері өзінің қабығын сақтап қалады. Осылайша көкөністің барлық пайдалы қасиеттерін сақтайды. Етке тамаша балама. Ақуыздың құрамы бойынша жүгері ет өнімдерімен бәсекелесе алады. Бұл оны диетаға аз ет қосуға немесе тіпті вегетариандық диетаға ауысуға шешім қабылдаған адамдар үшін қолайлы тағам өніміне айналдырады. Сонымен қатар бұл өсімдіктерінің көмірсулар, ақуыздар мен майлардың теңдестірілген құрамын атап өткен жөн. Біздің ағзаны қанықпаған май қышқылдары мен алмастырылмайтын амин қышқылдарымен қамтамасыз етеді. Жүгері арахидондық, линолендік және де линолдық қышқылдардың, сондай-ақ лизин мен триптофанның тамаша көзі болып табылады. Олар организм өздігінен өндірілмейді, бірақ сонымен бірге адам ағзасының толық жұмыс істеуі үшін өте маңызды. Бұл амин қышқылдарының ішектің жұмысын жақсартады, бұлшық ет тонусын сақтайды және де денеден жаман холестеринді шығаруға ықпал етеді. Бұл жүгері олармен бірге тұтынылатын болса, майлы тағамдарды қабылдауды бейтараптандырады. Қартаю процесін баяулатады. Бұл жүгері майының, селеннің, сонымен қатар жүгеріге бай А, Е және де дәрумендердің антиоксиданттық қасиеттерінің арқасында мүмкін олар жасушалар мен тіндерді жаңартады, терінің күйін жақсартады және де жасартады. Сонымен қатар пайдалы қасиеттерінің арқасында жүгері әртүрлі салаларда қолданылады. Халықтық медицинада, яғни дәрігерлер адамдар жиі тастап кететін жүгері стигмасын, қырыққабат басының ақшыл қоңыр түктері емдеуді ұсынады. Бірақ сіз инфузиялар және де сығындылар жасай аласыз. Олар билирубин мен өттің тұтқырлығы және де салмағын төмендетеді, қанның ұюын ынталандырады және де тромбоциттер деңгейін жоғарылатады. Сонымен қатар қандағы қант деңгейін төмендете отырып, диуретикалық және де холеретикалық әсерге ие бола отырып, жүгері жібегі гипертониялық науқастарға, қант диабетімен ауыратындарға, сондай-ақ өт жолдардың ауруларына, ісінуге, гепатитке және де холангитке өте пайдалы. Диетологияда жүгері жеу асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсартады, метаболизмді жылдамдатады, майдың жағылуын ынталандырады және де майлы тағамдардың ас қорытуын жеңілдетеді. Сонымен қатар жүгеріде холин сияқты пайдалы компонент бар. Ол ағзаға жеткілікті түрде жеткізілгенде автоматты режимде адам үшін оңтайлы дене салмағын сақтайды. Сондықтан жүгері семіздікке өте тиімді. Косметологияда жүгері шашты барлық қажетті компоненттермен нәрлейтін және де теріні серпімді ететін дәрумендерге бай. Көкөніс ұнынан жасалған масканың терінің бұзылуы, пигментация, безеу және де безеу үшін қолдануға болады. Жүгері тағы неге пайдалы десеңіздер, іш қатуды және де нәжісті босатады, жүрек қан тамырлары мен бауыр ауруларына пайдалы әсер етеді және де жүйке жүйесін нығайтады, жүйке жасушаларын нәрлейді, тыныштандырады, әсерге және де депрессиямен күресуге көмектеседі. Дене таусылған кезде күшке толады, бұлшық ет талшықтарының пайда болуына ықпал етеді, ағзаны токсиндерден тазартады, құрттардың пайда болуына жол бермейді. Енді жүгерінің зиянды жағына келетін болсақ, жүгерінің артықшылықтарымен дауласу қиын, бірақ мұндай құнды өнімнің де қолдануға қарсы көрсетілімдері бар. Егер байқалмаса, сіз өз денеңізге үлкен зиян келтіре аласыз. Сонымен жүгері келесі жағдайларда қолдануға ұсынылмайды. Тромбоз, жиі тромбофлебит және де
қан ұюының жоғарылауы. Сондай-ақ қайнатылған жүгеріні шамадан тыс қолдану асқазанның жұмысын бұзуы мүмкін. Жүгерінің үлкен пайдасы арқасында оны үнемі тұтыну арқылы көптеген ауруларды жоюға немесе алдын алуға болады. Жүгерінің зияны сіз оны көп мөлшерде жегенде ғана пайда болуы мүмкін, әсіресе егер сіз оны қолдануға тыйым салынған адамдар тобына жатсаңыз. Жүгері үлпектерін, чиптерді немесе попкорнды шамадан тыс қабылдаудан ешқандай пайда күтуге болмайды, өйткені олардың құрамында адам ағзасына зиянды химиялық қоспалар мен жасанды алмастырғыштар өте көп.